Сәлем, менің аудиториям. Бүгін КПТ менің қазір бағытым өтіп жатқан менің психотерапиялық бағытым жайлы айтып беремін. Қысқаша мынадай бір ғылыми терминдер емес, қарапайым сіздерге түсінікті болатындай тілмен айтып беретін боламын. Соңына дейін қараңыздар, сұрақтарыңыз болса қоя салыңыздар болады. Кез келген запроспен келе аласыз. Сол запросыңыздың түпкі мәселесі неде? Ең терең жатқан сіздің бір установкаңызды табу, сонымен жұмыс жасау. Сіздің мәселеңізді по полочкам қойып, арнайы сұрақтар қою арқылы сонымен жұмыс жасаймыз. Бұл бастапқысы, ары қарай жалғастырамыз. Глубинные установки дейді ғой, тереңде жатқан установкаларыңызды тауып, сонымен жұмыс жасаймыз, соны өзгерту, былайша айтқанда. И сонымен сіздің мышлениеңізді өзгертеміз, сонымен қатар іс-әрекетіңізді, поведениені өзгерту өте күшті методтардың бірі. Бұл ғылыми дәлелденген методтар. Қазір осы психотерапияның ең алдыңғы методтары болып саналады. КПТ-терапияда тағы бір ерекшелігі, сізді өткен шаққа өткізбей-ақ, осы шақтағы мәселеңізді шешу арқылы да мәселеңізді оңай шешуге болады. Көп адамдар қорқады ғой, менің өткен шағымды қайтадан қозғап, травматизация болып кетеді деген адамдарға да өте ыңғайлы методтардың бірі. Бұл жерде мүлдем қолданбайды деп айтуға болмайды, ондай да методтары бар. Мен қатар сіздегі паническая атака, депрессия, стресске кіріп кететін болсаңыздар, осы жағдайлармен де жұмыс жасайтын психотерапияның түрі. Менде база медицина болғандықтан, базалық білім медицина болғандықтан, дәрігер болғандықтан, бұл психотерапияның түрі маған өте жақын болды. Сондықтан да осы бағытта жұмыс жасайтын боламын.